Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындайық. Ол үшін бізге 150 грамм салқын сары май қажет. Оны ұнға ауната отырып, үккіштен өткіземіз. 1 шай қасық қамыр қопсытқышты ұнға салып араластырамыз. Содан соң оны майға салып, үстіне қант қосып, қолымыздың көмегімен ұнтақтаймыз. Бізде майда ұнтақ қамыр болу қажет. Енді үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қамыр жұп-жұмсақ болу керек. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырды целлофан пакетіне орап, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін бізге 20%-ық 400 грамм немесе 500 грамм қаймақ қажет. Мен 400 грамм қаймақ алдым. Егер де 400 грамм қаймақ алатын болсаңыздар, онда 4 жұмыртқа саласыздар. Егер 500 грамм қаймақ болса, онда 5 жұмыртқа саламыз. Ванилин және де қантты қосып араластырамыз. Қамырды формамызға салып, формасын келтіреміз, жан жағына бортиктер жасаймыз. Менің формамның диаметрі 23 сантиметр. Енді қаймақты массамызды құямыз. Осындай сұйық болады. 160 градус қызып тұрған пеште 1 сағат пісіреміз. Мінекей дайын болды. Енді толық суыған күтеміз. Суимын дегенше біз формадан босатпаймыз. Себебі жарылып, ортасындағы қаймағы ағып кетуі мүмкін. Міне пирог толығымен суыды. Суыған соң кесуге болады. Пирог шынымен де өте дәмді болады. Рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.